Ассалаумағалейкум достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қазы айналдыруды көрсететін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Жалғыз өзіңіз осындай кереметтей қазыларды жасай аласыздар. Ал менімен бірге жасаңыздар. Бізге ең алдымен жас жылқының еті керек болады. Қазы майымен дәмді болады, сондықтан май, ет араластырып аламыз. Және осындай ұзыншақты етіп кесіп дайындап аламыз. Табағымызға етімізді, тұзымызды саламыз және зіра пайдаланамын. Зіра өте керемет хош иіс береді, әрі дәмді болып шығады қазыларыңыз. Сондықтан зіраны езіп, хош иісін шығарып, сосын себеміз. Тұзды мейлінше көптеп етіп тұздағандарыңыз жөн, өйткені жас малдың свежий еті болғандықтан тұзды көп талап етеді. Тұз, зіра салып, осылай кезек-кезекпен тұздап қоямыз. 5-6 сағатқа тұздап қоюларыңызға болады. Мен 2 сағат қана қойдым. Тұз және зіраны осылай езіп алатын болсаңыз, хош иісімен керемет дәмін береді. Осылай езіп алып, бетіне сеуіп, 2 сағатқа тындырып қоямыз. Және ішекті дайындап аламыз. Ішекті ет алып келген кезде суға жуып, тұз сеуіп қойған болатын. Осындай ішінде осындай шылымшық бірдеңелері болады, сондықтан олардың барлығын кеткізуіміз керек. Егер ішекті жақсылап жумай қазыны тыға салатын болсаңыздар, қазы жасайтын болсаңыздар, қазының дәмі де, иісі де өзгереді. Ондай қазыны жасағаннан жасамаған жөн. Сондықтан ішегімізді жақсылап жууға мән береміз. Ішекті сыртын өгіріп, осылай суға жуып аламыз және тұзды аямай салып, жақсылап ысқылаймыз. Тұзбен ысқыласаңыздар, сыртындағы нелері кетеді, слизистей короче, ішіндегі барлық нелері, иісі көтеріліп кетеді. Сумен жуып аламыз. Тұзбен жақсылап ысқылағаннан кейін ішіне су толтырып, осылай жууға удобно етіп, жақсылап сыртын жуып аламыз. Жақсылап жуу керек болады. Тағы да сыртын өгіріп, сыртын тағы да жуамыз. Иісі барлығы көтеріліп кету керек. Көріп тұрғандай өте керемет болып шығады. Енді бізге жіп керек болады. Көрпе тігетін қалың жіпті осылай өзімізге удобно етіп, ұзыншақтау етіп кесіп аламыз. Қазыны жасауды бастаймыз. Ішегіміздің бір басын байлап аламыз. Қысып, нығыздап, 2-3-тен айналдырып байлап аламыз. Өйткені қазы ет салғаннан кейін біз қазыны нығыз болу үшін қысамыз. Сол кезде жыртылып шығып кетпеу керек. Осылай 2-3 реттен айналдырып байлап аламыз. Және қазымызды жасауды бастаймыз. Етіміз 2-3 сағат демалды. Енді қазыға бір ет, бір май, бір ет болып араласып тұру үшін осылай бір ет, бір май етіп қолымызға ұстап алып, ішекке тығуды бастаймыз. Осылай бір ет, бір май етіп тығып шығатын боламыз. Каналымда бұдан бөлек құйрық майды тұздап, копченый етіп тұздап пайдаланудың видео рецепті бар. Сіздер көріп, кез келген уақытта пайдалансаңыздар болады. Қазының ішектің басына апарып, нығыздап тығып аламыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, өздеріңізге удобно. Етіңізді де үлкен, майыңызды да үлкен етіп жасап алатын болсаңыздар, өзіңіз жұмыс жасаған кезде қиналатын боласыздар. Сондықтан кішірек етіп, ұзындау етіп, удобно етіп кесіп аласыздар. Осылай қазымыздың керекті мөлшеріне келген кезде басын жақсылап мығыздап ұстап алып, ішегімізді тесуді бастаймыз. Көріп тұрғандай, ішекті тескен кезде ішінен су шығады, ауасы шығады. Осылай тесіп, нығыздап, қайтадан қысамыз, қайтадан қысып, осылай тесіп, қысып, тегісіп, қысып, солай қазымызды нығыздап ұстап аламыз. Қазы қаншалықты тығыз болатын болса, піскен кезде де өзінің формасын жоғалтпайды. Керісінше өте әдемі болып шығады.
Осылай ішіндегі ауалардың барлығы шығып кеткенге дейін жақсылап нығыздап тесіп аламыз. Керекті формаға келген кезде байлаймыз. Жаныңызда адам бір өзіңіз байлай алмайтын болсаңыз, жаныңызда адамға байлауға көмектесуін сұрасаңыздар болады. Мен өзім байладым, сондықтан сонда да нығыз әрі керемет болып шықты қазым. Сіздер де кез келген уақытта осылай жасасаңыздар, жаңа жылда қонақ келгенде беш бармақ нарын жасасаңыздар өте керемет болып шығады. Жақсылап 2-3-тен байлап аламыз. Өйткені қазымыз тығыз болып тұрыр, атылып шығып кету мүмкін бос болатын болса. Енді ішегімізді сәл артықтау етіп кесіп аламыз және қазымыз дайын. Осылай әп-әдемі қазы болып шығады. Ішегіміз таусылғанға дейін, етіміз таусылғанға дейін қанша қазы шықса, сонша қазы жасап алатын боламыз. Сіздер кез келген дәмдеуіштерді пайдалансаңыздар болады, ішіне чеснок салсаңыздар да болады. Мен морозилкеде сақтайтын болғандықтан, ішіне ешқандай дәмдеуіште чеснок та салған жоқпын. Чеснок білесіздер ашылау болады, сондықтан морозилкеде сақталған қазын сәл дәмін өзгерту мүмкін. Сондықтан тек қана зіра мен тұз салдым. Тұз ең басты дәмдеушіміз біздің. Осылай қазымызды керекті формаға келген кезде жақсылап нығыздап тесіп алып, аузын байлап, қазымызды әзірлеп аламыз. Каналымда бұдан бөлек әртүрлі видео рецептер бар, көріп тамашаласаңыздар болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне қазыларымыз өте керемет болып шықты. Кез келген уақытта пайдалансаңыздар болады. Видео рецептім ұнады деген үміттемін. Егер видео рецептерім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға өз ойларыңызды қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Назарларыңыз үшін рахмет.